Құрметті тыңдарман, бүгін 16 желтоқсан Қазақ мемлекетінің тәуелсіздік күні, ұлы мереке құтты болсын. Осы қуанышқа орай сіздерге мына жағымды ақпаратты бөлісеміз. Өздеріңіз білесіздер, індеттен бері Қытайдың Үрімжі қаласы мен Алматы арасында әуе қатынасы бөгелген болатын. Қытайдан жеткен ақпаратқа қарағанда, жақын күндерде тек Алматы ғана емес, Азиядағы бірнеше елдермен болған әуе қатынасы қалпына келеді дейді. Нақтылап айтатын болсақ, жолаушылардың шекарадан кіріп шығу сұранысын қанағаттандыру үшін 12 айдың 22 күнінен бастап, яғни бірнеше күннен кейін, Оңтүстік авиация компаниясы Үрімжі қаласынан Алматы, Бішкек, Душанбе, Ташкент, Тегеран қалаларына қатынайтын 5 халықаралық әуе линиясын қалпына келтіруді жоспарлаған. Бұл реткі жоспардағы Үрімжіден ұшатын халықаралық кезекші ұшақтың жалпы саны 15 кезекке тұрақтандырылып, басым көп сандысы Үрімжіде дәл түскі уақытта ұшатын болған. Нақты атқару жоспары төмендегідей. Үрімжіден Бішкекке қос бағытта жиыны 4 кезек ұшақ орналастырылып, 12 айдың 27 күні, 1 айдың 3, 10, 31 күндерінде ұшады. Ал Үрімжіден Алматыға қос бағытта 5 кезек ұшақ орналастырылып, 12 айдың 22, 26 күні және жаңа жыл 1 айдың 2, 9, 30 күндерінде ұшады. Үрімжіден Душанбеге қос бағытта 2 кезек ұшақ орналастырылып, 12 айдың 23 күні және 1 айдың 6 күні ұшады. Үрімжіден Ташкентке қос бағытта 3 кезек ұшақ орналастырылып, 12 айдың 28 күні және 1 айдың 4, 11 күндерінде ұшады. Ал Үрімжіден Тегеранға қос бағытта 1 кезек ұшақ орналастырылып, 1 айдың 8 күні ұшады. Екі ел арасындағы өткелдің ойда жоқ жабылып қалуына байланысты бір отбасы екіге бөлініп қалған. Жақын туыстар бір-біріне қауышуды асыға күткен оқиғаны көбіңіз білесіздер. Енді мына мүмкіндік олардың және келетін жолаушылардың емін-еркін қатынауына зор мүмкіндік тудырып отыр. Егер де Алматыға үлгере алмаса, бізбен көрші елдер, яғни Қырғызстан, Тәжікстан және басқа да елдердің әуе қатынасымен келуіне орай туып отыр. Бұл жағымды ақпаратты басқалармен бөлісіңіз. Әр қазақ біздің жалғызымыз. Бір отбасы ешқашан бөлініп қалмасын. Тарихи себептермен онсыз да тардай шашырап кеткен аз қазақ енді бөлінбесін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ешбір елде соғыс болмасын. Баяғыдай беймарал, шат-шадыман өмір кешуге жаратқан Алла тек жақсылығын жазсын. Құрметпен сіздердей қара орман халықтың керегіне жарап, жағымды деректі уағында жеткізуді мақсат еткен керек дерек арнасы. Бізге жазылыңыз, жазылған болсаңыз басқалармен бөлісіңіз.